Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын коржик дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші ыстық сүтіміздің үстіне қантымызды және де ерітілген сары майымызды қосып, біркелкетіп араластырамыз. Одан соң жұмыртқамызды шағып, тағы да араластырамыз. Қопсытқышымызды қосып, одан кейін ұнымызды електен бірнеше бөліктерге бөліп отырып, қосып, басында осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз иленгеннен кейін кішкене ұн сеуіп алып, ұнымызды осы видеодағыдай етіп, доңғалақ шарик формасына келтіреміз де, оқтаумен жайып шығамыз. Жайғанда тым қатты жұқа қылмауларыңыз қажет. Егер қатты жұқа қылсаңыздар, кейін коржиктарыңыз қатып қалады. Мен осындай стаканның формасымен кесетін боламын. Кез келген доңғалақ формамен кессеңіздер болады. Енді кесіп алғаннан кейін жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт қосып, барлығының үстіне осылай жағып шығамыз. Сосын видеодағыдай вилканың көмегімен узор жасап шығыңыздар. Одан соң 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 20-25 минутта қызартып пісіріп алыңыздар. Біздің үй жағдайындағы коржигіміз дайын, ас болсын.